Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай айраннан жасалатын өте дәмді, ажурный болып шығатын блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды салып аламыз. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Содан соң оның үстінен 3 ас қасық шекерімізді салып аламыз. Енді осы екеуін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Және де оның үстінен 500 мг айран саламыз. Енді оны да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бір келкі миксер болғанша. Енді оның үстінен қайнап тұрған суға жарты шай қасық соданы саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және де жаңағы массамызға құямыз. Жақсылап араластырып алған соң массамызға 4 ас қасық өсімдік майын құямыз. Ең соңында осылай 200 грамм ұнды електен өткізіп саламыз. Електен өткізіп салғандарыңыз дұрыс, өйткені біздің массамызда ешқандай түйіршіктер болмайды. Енді осылардың барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластыру керек. Ұнымыз бір келкі болғанша. Біздің массамыз дайын. Осындай болып шығу қажет. Кішкене сұйықтау болады. Міне енді табамызға кішкене астына май құямыз, азғантай ғана. Содан соң блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Міне шеттері кішкене қызарып бастаған кезде арғы бетіне аударып аламыз. Бірінші шетін кішкене шығарып аламыз осылай. Енді осылай аударып аламыз. Арғы беті тезірек піседі, екінші беті. Міне екінші беті де пісті. Ыдысымызға салып аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Біздің блинчиктеріміз дайын болды. Осындай өте дәмді, әп-әдемі болып шығады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.